Сәлем құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен исламтанушы психолог Мералы Раушан. Бүгінгі тақырыпта мен руминация жайында айтқым келіп отыр. Егер сіз қандай да бір жағдайға байланысты бір ойды қайта-қайта ойлап, миыңыз кассета сияқты шайнай беретін болса, сол ойды, демек сіз руминация халіне түсіп қалғансыз. Бұл видео осындай жағдайдағы адамдарға арналады. Мысалға, дворда немесе жұмыста жүргенде бір адаммен жанжалдасып қалдыңыз. Ол ситуацияның өтіп кеткеніне 1-2 сағаттай болды, бірақ сіз өзіңіз сол ситуацияны әлі жібермей миыңызда ойланып жүрсіз. Неге менің жолымда именно сондай адамдар болады? Неге мен сол сәтте солай деп айтпадым? Неге мен бұлай істемедім? Неге мен бүйтпедім? Ол адамның іс-әрекеті вообще дұрыс емес. Мен енді бүйтуім керек, сөйтуім керек деген сияқты ойды ойлап өзіңізді шаршатып жүрсеңіз, бұл руминация халіне түсіп кеттіңіз деген сөз. Руминация сөзі ағылшын тілінен аударылғанда қайта шайнау деген мағынаны білдіреді, және бұл психологиялық термин. Психология саласында бұл терминді кеңінен қолданады. Яғни руминация жағымсыз ойлар мен эмоция туралы қайталана беретін өнімсіз ойлар жиынтығы. Тақырып түсініктірек болу үшін тағы да бір мысал келтірейік. Бір оқушы емтиханнан төмен баға алды, ол әрі қарай шешімін табудың орнына керісінше өзін өзі төмендетеді. Яғни ішкі күйзеліске түседі. Неге мен төмен баға алдым? Демек менің болашағым жоқ, барлығы менен жақсы оқиды, немесе басқаларының таныстары бар, олар жақсы баға алады, ал мен болсам елдің ең соңында жүрем деген сияқты өз-өзін іштей жеп, керісінше емтиханға дайындалудың орнына, келесте жақсы баға алайын деп тырысудың орнына өзін өзі іштей жей береді. Демек, руминация ешқандай да мәселені шешпейді, керісінше адамның күйзелісін күшейтеді екен. Жалпы біздің миымызда екі таңдау мүмкіндігі бар. Алла тағала жаратқан. Біріншісі, қандай да бір мәселеге тап болған кезде оның шешімін шығару мүмкіндігі, яғни шешімін табу мүмкіндігі. Екіншісі, шешімін таппай руминация халіне түсу мүмкіндігі. Осы тұста пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мына бір хадисі еске түседі. Мүміндердің жағдайы қандай керемет. Егер олардың бастарына қуаныш, береке келетін болса, оған шүкір етеді дейді. Ал егер қайғы, қасірет келетін болса, оған олар сабыр етеді дейді. Руминацияның басты ерекшелігі бір ойды, яғни негативті ойды ойлай беріп, өзімізді шаршатып күйзеліске түсіру болатын болса, ал біздің дінімізде ол нәрседен қайтарған. Мүмін адам, яғни кез келген ситуацияда сабырлық сақтау керек және жаман ой ойлауға жол бермеу керектігін осы хадистен түсінуге болады. Негативті ойды қайта-қайта ойлай беру, ситуацияның шырмауынан шыға алмау, өз-өзін үнемі жазғыру, неге өйттім, неге сөйттім, я Құдай, сен неге маған сөйтесің, бүйтесің деген сияқты жалып сөздердің барлығы адамның керісінше мәселесін шешпейді. Ол адамның күйзелісін күшейтеді екен. Бұл жайында америкалық психолог Сьюзан Нолин Хуксема деген кісі зерттеген. Зерттеу барысында осындай жаман ойлар, жаман сезімдер, жаман эмоциялардың барлығы ұзаққа созылған стресске, депрессияға апарады екен. Яғни адамның психикасына да кері әсер етеді. Кей адамдар 2-3 сағат өтіп кеткен ситуацияны былай қойған кезде, бәленбай жыл өтіп кеткен оқиғаларды еске алып, соны жібере алмай жүреді. Әрдайым соны ойлайды, есіне кіреді. Одан кейін ата-анасына ренжу, бауырларына ренжу, сол кездегі бір мәселе бойынша қатып қалып, соны жібере алмай жүреді. Егер де сөйткен кезде былай болатын еді, егер де солай таңдаған кезде, менің айтқанымды тыңдаған кезде, қазір бұлай болмас еді деген сияқты өтіп кеткен нәрсені жібере алмай, осы күнге дейін әлі арқалап жүреді, әлі обидасын айтып жүреді. Руминация халінен шығудың бір ғана жолы бар, ол мәселені дер кезінде шешу. Мысалға, емтиханнан төмен баға алдыңыз, сіз өзіңізді өзіңіз жеп кінәлаудың орнына сіз вовремя стоп қоя алуыңыз керек. Осы тұста өзіңізге сұрақ қоясыз. Мен алдағы уақытта емтиханнан жоғарғы балл алу үшін не істеуім керек? Маған не нәрсе көмектеседі? Өз-өзімді кінәлау, жазғыру, басқа адамдарды кінәлі ету, олардан көру деген нәрсе маған көмектесе ма?
Осындай сұрақтарды қою арқылы ойыңызды саралап шешімдерін табуыңыз керек, және сол шешімге сай сізде жұмыстануыңыз керек. Яғни ары қарай оқуыңыз керек, дамуыңыз керек, емтиханнан жоғары балл алуға тырысуыңыз керек. Мінекей, бұл руминациядан шығудың дұрыс жолы. Мысал келтірсек, қоғамдық жерлерде немесе жұмысыңызда бір адаммен жанжалдасып қалдыңыз. Кейін сізде мынадай бір ойлар мазалауы мүмкін. Неге мен сол жерде қатты айттым, енді басқалар мен туралы жаман ойлайтын болды ғой, неге мен сол жерде эмоцияға беріліп кеттім, неге ол адамда бір қоя салмады деген сияқты ойлар сіздің мазаңызды алуы мүмкін. Осы сәтте, яғни осындай кезде өз-өзіңізге стоп қоя алыңыз. Стоп қойып, мәселені шешуге тырысыңыз. Мынадай сұрақтар қойсаңыздар болады. Неге мен сол жерде сондай әрекетке бардым? Неге мен оған олай қатты айттым? Немесе бұл ойлар маған пайда бере ма? Мәселені мен ары қарай қалай шеше аламын? Егер де осындай ситуацияның, осындай мәселенің болмауы үшін мен не істей аламын? Қандай жерге шағымдана аламын? Егер де әділетсіздік ситуация болса, сізге жала жапса, мүмкін арыздануға тиісті жерлер бар шығар. Осындай мәселеде шешуге тырысып көру керек. Өз-өзіңізге рефлексия жасап, ойыңызды саралап жинақталуыңыз керек. Мінекей, нақты дер кезінде шешім шығару арқылы сіз өзіңіздің негативті ойларыңыздан арыла аласыз. Есіңізде болсын, мәселені қайта-қайта ойлай беру, өзіңізді өзіңіз жей беру, кінәлай беру, басқа адамдарды да кінәлау деген сияқты негативті ойлар ол ешқандай да мәселені шешпейді. Керісінше өзіңізді күйзеліске апарады. Ал ең дұрыс жолы дер кезінде ойыңызды тоқтатып, жаман ойға бармай, ойдан әрекетке көшкен кезде ғана болады. Яғни бұл жердегі әрекет дегеніміз жаман ойды дер кезінде тоқтату арқылы жақсы, дұрыс, әділетті шешімдерді қабылдау. Тақырып ұнаса каналға жазылып, қоңырау және лайк басуды ұмытпаңыздар.